енді адам болғасын, бұл болмыс өзінің адамның болмысы, өмірде өзінің орнын іздейді. Бұл өмірге мен үшін келдім, қайда барамын, адам деген кім деген нәрсе, неге бұл адамдар өмірге келеді, өмірден кетеді, қартаяды, өледі деген осындай сұрақтар мені дінге алып келді. Содан кітапта мен қалай рухани жаңғырдым атты автобиографиялық мемуарда жазғанымдай, діни басқармаға қарайтын осы Атырау облысындағы Құспан молла мешітінде кезекші имам болып бастадым. Оның алдында медресе құрдым 6 айдай. Осы кезеңде дінге деген осы қызығушылығым осы жерден пайда болған осы кезде. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін келген әртүрлі діни деструктивті ағымдардың ұшқыны ол Атырауда да пайда болды. Оған ашық дәлел сол кездегі тәкпіршілер деген ағым, оны өздеріңіз білесіздер, 200 семьядай басқа мемлекетке, Европаға, Чехия мемлекетіне иммиграция жасап кеткенін білесіздер да. Сол тәкпіршілер жамағаты деген ол сонда керек, ол салафилік жамағат. Салафизм дейтін ол идеология, салафизм дейтін ол діни термин, қазіргі айтып жүрген вахабизм деген ол Мұхаммед Абдул Вахаб деген 18-ші ғасырда Сауд Арабиясының негізін құраған адам. Саудпен және Сауд Арабиясы деп аталады ғой. Сауд деген саяси билікті алған болса, Мұхаммед Абдул Вахаб діни билікті алып, екеуінің арасында келісім болған. Қазіргі уақытқа дейін де сол саяси билік ол Саудтың ұрпағы, мұрагерлері жалғастырып жатыр. Ал діни биліктің бүкіл мүфтилар, діни сала ол Мұхаммед Абдул Вахабтың ұрпақтары. Сондықтан бұл қазіргі біз айтып жүрген Абдул Вахаб деген вахабизм деген немесе вахабизм деген нәрсе ол дейтін сол бұл вахабилік деген ол деген бұл саяси термин. Бұл сол Сауд мемлекетінің негізін құраған адам. Солай түсінуіміз керекпіз. Және ол адам сол мемлекет сол кездегі өзінің реформаторлық, өзінің алғашқы реформаторлық қозғалыстың негізгі себебі деп, ол осы салафилік идеологияны таңдап алған. Ол ешқандай да велосипед ойлап таппаған. Ол сол кездегі одан өзінен бұрын өмір сүрген Шейхул Ислам ибн Теймия деген ғалымның еңбектерін негізге алып, соны идеологиялық қару қылып, жаңа түрде осы мемлекетті құруына атсалысқан. Солай түсінуіміз керекпіз. Және бұл тәкпіршілдік болсын, басқа осы салафилік ағымдарының ішіндегі керағар, бір-біріне қарама-қарсы ағымдардың бәрі ол салафи идеологиясымен ұштасып жатады. Мүмкін біреуі жихадқа ашық шақырмауы мүмкін, біреуі мейірімділік пен ізгілікке шақыру болып көрінуі мүмкін, бірақ негізгі ұстанымы, негізгі фундаменті осы салафилік идеология екенін түсінуіміз керекпіз. Салафилік идеология не деген сұраққа келетін болсақ, бұл буквальды қабылдайтын, өте догмалық, схоластикалық жүйені қолдайтын, өзінің институциалдық, иерархиялық өзінің жүйесі бар. Ол деген не иерархия деген? Өзінің шейхі бар, ұстазы бар, соған бағынатын сондай бір идеология деп білуіміз керекпіз. Негізі идеология, әртүрлі идеологиялар біздің осы көзіміз ашқалы, енді біз осы тәуелсіздіктің кезінде өмір сүргенбіз, оны біз білеміз, тарихтан да білеміз. Көптеген адамның, қаншама адамның қасіреті болған, қаншама идеологиялар осы 20-шы ғасырда, 19-шы ғасырдың
19 ғасырда басымыздан өткердік оны біз тарихтан білеміз. Оны кешегі коммунистік идеология, тоталитарлық, қаншама адамның қанын жұмбаған, ең ішінде осы қазақ халқының басына зұлмат әкелген, ашаршылық әкелген сол коммунистік идеологиясы, оны өздеріңіз білесіздер. Одан алды Гитлердің нацистік идеологиясы, бір ұлтты бір ұлттан артық қою, расизм идеологиясы, оны өздеріңіз білесіздер. Сол расизм идеологиясы мен коммунистік идеологияның кесірінен әлемде осы өздеріңіз білесіз 50 миллиондай халық қырылды. Сондықтан да бұл да сондай бір идеология, соны бір түсінуіміз керек. Одан кейін оған жаңа қарсылас болған мынау кезіндегі солтүстік Кавказ содырларының бас идеологы Мұхаммед Багаудиннің жамағаты осындай әртүрлі деструктивті ағымдар болды. Осы ағымдарды көргеннен кейін солардың қазақ қоғамына өзімнің мынау туған жеріме салып жатқан жаңағы әртүрлі кесапаттарын көргеннен кейін осыған бір панацея, осыған бір не төтеп бере алатын, қандай ой бар, қандай немесе діни сана бар деген мақсатпен зерттегенмін. Сол зерттеулер мені дәстүрлі діннен алшақтап Индия мемлекетіне, Үндістан мемлекетіне алып барды. Таблиғ жамааттың орталығы болған Үндістанның астанасында болған. Ол жерде жаңа кітаптың желісінде баяндап өткенде көптеген қарама-қайшылықтарды көріп әбден жаңағы түсініп, оның бұрыс екенін кері Қазақстанға қайтып келгенмін. Сол кезде мен Қазақ КУИТ институтына діни журналистика факультетіне түскен кезде ол менің мұғалімім болды. Екеуміздің арамызда өте жақсы қарым-қатынас болды. Мен сол кездегі Атырауда болып жатқан әртүрлі келеңсіз, әртүрлі діни ағымдардың халықты жаңағы өзінің сеніміне кіргізу мақсатында прозелитизм дейді ғой, жаңағы өздерінің идеологиясын күштеп насихаттап жатқан кезде, сондай бір агрессивті түрде насихаттап жатқан кезде жаным ашығаннан ол адамды мен себепші болғанмын осы Атырау қаласына алып келуге. Себебі ол кезде ол дейтін ханафи мазхабын ұстанатын, сол жаңағы Пәкістандағы халықаралық ислам институтын бітірген бір білікті маман ретінде осы діни ағымдарға тосқауыл бола ма деген мақсатпен мен Атырау қаласына туған жеріне алып келгенмін. Бірақ соңынан оның өте өзінің сондай құйтырқы жасырып қалған жасырын жаңағы өзінің методологиясы арқылы білімсіз, надан жастарды өзінің қасына топтастыру, жинастыру арқылы ол өзінің дегеніне жетті. Оның сол кезден бастап оның қасына топтасқан жамағат пайда бола бастады. Тек Атырауда емес, Батыс Қазақстан облысында, соның ішінде Оралда, Ақтөбеде, Маңғыстауда өзінің жақтастары пайда бола бастады. Және ол күшейіп алғаннан кейін әрине мемлекет түсінді қауіп қатерді. Мен бірақ сол кезде сол қауіпті біліп Сауд Арабия мемлекетіне көшіп кеткен еді. Абдухалил Абдужаппаровтың да айтқаны, ол аспаннан алып айтқан, еш нәрсені аспаннан алып айтқан жоқ. Оның айтқаны сол орта ғасырлық кітаптар, сәләфилік орта ғасырлық жаңағы кітаптарды негізге алған. Ол қандай кітаптар? Ол сол кездегі Ибн Теймияның кітабы, оның шәкірті Ибн Қайимның кітабы, және сол 20 ғасырда болған жаңағы
белгілі Сауд Арабиясының ғалымдары және мүфтилардың, сол жердегі дін басыларының берген фатуасы. Ол ойдан еш нәрсе алған жоқ. Және ол сотта да солай мәлімдеді. Мені несіне кінәлап жатсыңдар, мен деген тек жаңағы солардың айтқанын айтып жатырмын. Мен еш нәрсені. Сондықтан бұл жерде біз әрден қарауымыз керекпіз проблема. Бұл жерде тек Халил болмаса басқасы болуы мүмкін. Мұндайлардың талайы болуы мүмкін. Мен өзім ойлаймын. Сондықтан біз оны проблеманы тереңнен іздеуіміз керекпіз. Негізді қайдан алады? Қалай тосқауыл боламыз ол нәрсеге? Оған тосқауыл болатын жоғарыда жаңада айтып, оған тосқауыл болатын мен айтқаным тек рационалды ой, білім, ғылым, зайырлық, прогрессивті ойды басшылыққа алу, гуманистік принциптер, кітап оқу, дүниетанымын кеңейту, позитивті ойлау. Осындай ғана ойлау жүйесі адамға тек қана бұған тоқталу алады. Басқа тоқтау болатын бір вариантты көріп отырған жоқпын. Ол менің субъективті пікірім. Сирияға барған кезде ол кезде мені Абдулхалил Абдужаббаров жіберді. Барып біліміңді көтеріп кел, біліктілігіңді арттырып кел, араб тілін үйреніп кел деп. Асылбек Мусинмен кездескенмін. Менің таныстығым сол Асылбек Мусинмен кездесу сол Сирияда болған. Ол кезде ол соғыстың алды. Ол кезде Сирия деген Дамаск қаласы, астанасы өте бір оазисті, сол кездегі тарихи жәдігерлері сақталған, әсем мешіттері бар, әсем көшелері бар, гүл жайнаған сондай бір әсем қала еді. Аз ғана уақыт өтті, осы діни фанатиктердің деструктивті идеяны ұстанатын экстремистік топтың кесірінен ол мемлекет қазір көз алдымызда быт-шыт болды. Қаншама тарихи ескерткіштер, тарихи орындар, мешіттер қиратылды. Оны біз көріп жатырмыз. Бәрі осы діни экстремизмнің, әлемдік терроризмнің кесапаты деп айтамыз. Оған себеп менің о бастан жаратылысымнан әр нәрсені ақыл санамен өлшеу, ойлау жүйесі, философиялық бір ойлау санасы деп ойлаймын. Мені осы діни ағымдардан, деструктивті діни ағымдардан құтқарған менің логикалық санам, менің философиялық ойым және рационалды ой. Мені осы құтқарып қалған осы нәрсе деп ойлаймын. Әрине мен дінтанушы да емеспін, теолог та емеспін, ол бір діни саладағы бір эксперт те емеспін. Мен өзімнің бойымнан өткен, өмірімде болған, талай адасқан, қателескен тұстарымды жаздым бұл кітапта, өзімнің мемуарда. Ол тек менің жеке өзімнің субъективті пікірім. Мен оны ешкімге күштеп таңбаймын, оны дұрыс деп те айтпаймын, бұрыс деп те айтпаймын. Әр адам өзінің қалай оны қабылдай алады, солай қабылдайды. Одан басқа өзімнің алға қойған бір мақсаттарымның бірі қазір тағы бір екінші кітапты жазу үстіндемін, шырғалаң деп аталатын. Діни идеология мен діннің ара жегі. Дін деген не, діни идеология деген не, деструктивті ағымдар деген не, оған адам қалайша тез ұрынады. Сол діни идеологиядан, деструктивті ағымдардан алатын психологиялық әсері деген нәрселерді кең түрде жазамын. Және
мемлекет болсын, немесе биліктің жаңағы діни ағымдарды екінші ағымдарға қарсы қою арқылы бөліп ал да биле деген принциптің дұрыс емес екендігін, еш уақытта бір ағымға қарсы қою әрине бір ағымды ол күшейтеді, бір ағымды ол төмендетуі мүмкін. Бірақ ол зайырлы мемлекетте, құқықтық мемлекетте ол түбі жақсылыққа апармайтынын жазамын бұл кітапта. Діни экстремизмнің, діни терроризмнің неден болатынын, не себеп екені турасында өзімнің бір субъективті, тағы да қайталап айтамын, бір аналитикалық бір кітап жазу үстіндемін қазір. Діни идеологиядан, діни саяси идеологиядан құтылатын жол ол тек зайырлық, дін мемлекеттен бөлек болу керек. Және егерде менің бостандығыма, менің еркіндігіме, менің қауіпсіздігіме қол сұғатын болса, қауіп төнетін болса, ондай идеологияны біз шектеуіміз керекпіз. Ал негізінен әр наным мен сенімді шектеу, немесе мәжбүрлеу, немесе тыйым салу ол дұрыс емес деп ойлаймын. Анау қазіргі болып жатқан орамал мәселесі, дау болып жатқан. Конституцияда әркімнің өзінің құқы бар. Қалай киінсе де, бірақ ол ұстаным, ол наным сенім менің еркіндігіме, менің жаңа айтып отырмын ғой, конституциялық құқығымды шектейтін болса, менің бостандығыма қауіп төндіретін болса, немесе қоғамға, ол наным сенім қоғамға қауіп төндіретін болса, оны әрине онда мемлекет шектеу керек деп ойлаймын. Менің өзімнің субъективті пікірім бұл деген. Менің бір ғана түсінгенім бұған панацея болатын, бұған альтернативті жаңағы идея болатын, немесе иммунитет болатын, ол ғылым, білім, логикаға құрылған, рационалды ойға құрылған, ақыл сана ғана. Мен басқа енді өзімнің осы тағдырымда, өмірімде одан артық бір методология дейме, немесе бір дүниетаным дейме, дүниетанымдық көзқарас дейме, одан артық көзқарасты мен көрген жоқпын.